Қайырлы күн баршаңызға. Қазіргі таңда хит болып жатқан финский рулетті дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге алдын ала жұмыртқа, шекер, сұйық май, сүт, ұн барлығын қосып жақсылап араластырып аламыз. Кәдімгі блинчиктің тестасын қалай дайындасаңыздар, бұны да дәл солай дайындап аласыздар. Біртіндеп пісіріп отырмай, осылай барлығын жақсылап араластырып алып, формамызға құйып, печкаға салып қоятын боламыз. Міне барлығын араластырып болдық. Осылай болып шығады сұйықтығы. Формамызға енді майлап немесе пергамент төсеп, осылай құйып 40 минутқа 160-180 градуста пісіріп аламыз. Міне осылай болып пісіп шығады. Содан соң кремін дайындаймыз. Кішкене суытып алып, кремін дайындап жағып орайтын боламыз. Кремге қаймақ пен сахарный пудра қолдансаңыздар да болады, немесе творожный сыр, сливкиді дайындап жақсаңыздар да болады. Мен бұл жерде қаймақ пен сахарный пудраны араластырдым. Осымен креміміз дайын, кремімізді жағып орайтын боламыз. Жасалуы да өте оңай, құрамына да көп заттар кетпейтін, өте дәмді рулеттердің бірі. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер, сіздерге де ұнайтыны сөзсіз. Видео ұнаса лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Осымен рулетіміз дайын, ас болсын. Бетіне әрлеуге ақ шоколадты ертіп қолдандым. Әрине өз қалауларыңыз ақ болсын, қара болсын, қандай шоколад пайдалансаңыздар да болады. Осымен рулетіміз дайын. Міне көріп тұрғандарыңыздай ыстықта жеу керек, кремін сіңіп тұрсын деп қойып қоюға болмайды екен, өте дәмді болып шығады. Сіздер де жасап көріңіздер.